28-ші есеп. Кітап пен 6 қаламның бағалары 8-дің 5-ке қатынасындай. Ал кітап пен қаламсаптың бағалары 3-дің 2-ге қатынасындай. Егер осы барлық нәрсенің бағасы 2200 теңге болса, бір қаламның бағасын табыңыз. Біз былай жазайық. Бізде кітап бар және 6 қалам бар. Тағы да кітап бар және қаламсап бар. Қаламсапты Q деп жаза салайын. Енді қарайық. Кітап пен 6 қаламның қатынасы 8-дің 5-ке қатынасындай. Ал кітап пен қаламсаптың бағалары 3-дің 2-ге қатынасындай. Біз көріп тұрмыз, 2 қатынаста да бізде кітап бар. Демек, осы кітап арқылы біз 2 қатынасты біріктіре аламыз. Бірақ ол үшін бізде кітап мұнда 8 бөлік болып тұр, ал мұнда 3 бөлік болып тұр. Олар бірдей сан болуы керек, яғни бірдей санға келтіруіміз керек. Ол үшін біз мына қатынасты 3-ке көбейтсек, ал екінші қатынасты 8-ге көбейтсек, біз келесі қатынасты аламыз. 24 бөлінген 15. Ал мұнда 24-тің 16-ға қатынасы. Енді қарайық. Қатынасты бірдей санға көбейткеннен, яғни қатынастың бірінші бөлігінде, екінші бөлігінде, яғни 8-ді де 5-ді де бірдей санға көбейткеннен, қатынастың мәні өзгермейді, ол дұрыс болып қалады. Енді біз былай жасайық. Егер осы барлық нәрсенің бағасы 2200 теңге болса дейді. Бізде барлық нәрсе ол кітап, 6 қалам және қаламсап. Осы барлық нәрсе. Ал кітап ол бізде барлығының 24 бөлігін құрайды. Ал 6 қалам ол 15 бөлігін құрайды. Ал қаламсап 16 бөлігін құрайды. Және осылардың барлығы 2200 теңге болады дейді. Біз әр бөліктің қанша теңге екенін білмейміз. Сол себепті қастарына X-ті тіркеп жазамыз. Және осылардың қосындысы бізде 2200 теңге болады. Ендеше біз мынандай теңдеу құраламыз. 24X қосылған 15X қосылған 16X тең 2200-ге. 24X-қа 15X-ті қоссақ 39X болады. 39X-қа 16X-ті қоссақ 55X болады. 2200-ге тең. X-ті табу үшін 2200-ді 55-ке бөлеміз. Сол кезде X тең 40 шығады. 40 теңге. Бұл бізде бір бөліктің бағасы. Яғни біздің бір бөлігіміз 40 теңге. Ал біз осы 40 теңгені 24-ке көбейтсек, барлық кітаптың бағасы шығады. Яғни кітапқа жұмсалған ақша шығады. Ал 40 теңгені 16-ға көбейтсек, қаламсапқа жұмсалған ақша шығады. 40 теңгені 15-ке көбейтсек, 6 қаламға жұмсалған ақша шығады. Бірақ бізден 6 қаламның бағасын сұрап тұрған жоқ, бізден бір қаламның бағасын табыңыз дейді. Ол үшін біз 15-ті 40-қа көбейтейік. 600 теңге шығады. 600 теңге бұл 6 қаламның бағасы. Ал бізге бір қаламның бағасын табу керек. Онда біз 600-ді 6-ға бөлеміз. Сонда 100 теңге болады. Демек, бір қаламның бағасы 100 теңге. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы.